сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен домашний сосиски бастаймыз. Бірінші тауық етінен. Бізге керегі 1 килограмм етке 2 жұмыртқа, тұз, бұрыш по вкусу, 2 шай қасық кориандр, 2 лук, 1 штук лук 4-ке бөлеміз, 2 чеснок және 100 грамм сүт. Бірінші жұмыртқамызды блендерге жарып аламыз. 2 жұмыртқаны барлығын жақсылап тұрып взбивать етіп араластырамыз. Қыздар, міне мен салып алдым. Енді осыны бір араластырып алып, ақырын тауық етін қосып отырып, полностью бәрін араластырамыз. Қыздар, міне көріп тұрғандарыңыздай етімізді жаңағын барлығын араластырып блендерден өткізіп алдық. Енді пищевой пленканы ашып саламыз. Қыздар, міне пищевой пленканы төсеп алдық. Енді қасықпен осылай колбаса ретінде салып шығасыздар. Қыздар, міне қараңыздар, жаңа 1 килограммнан мене разный колбасалар шықты. Негізінде бұны осылай жасап, қыздар, ертеңгі оразаға осы қатырып ауызашарға қойып қойсаңыздар болады. Дайындап сәресі кезінде тек қана суға пісіріп алып, сосын қызып тұрған табаға 2 жағын қуырып аласыздар. Міне суымыз қайнады, суға салып пісіріп аламыз осылай. Қыздар, міне біз тауығымызды қайнап тұрған суда 15 минут пісіріп алдық. Енді снимать етіп, суыған күтемізді қызып тұрған табаға қуырып аламыз. Қыздар, міне қараңыздар, майымызды қыздырдық, пищевой пленкадан шығарып, енді осы колбасамызды қызып тұрған майға қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біз тауығымызды майда қуырып алдық. Осылай әдемілеп салып, бұны негізінде ыстық тамақ ретінде гарнирмен берсеңіздер де болады. Дәмі өте керемет шығады. Және бізде мынандай байқаған шығарсыздар, sweet chili деген соус бар. Бұл базарда сатылады. Бағасы 3300 теңге. Срок годность ашылғаннан кейін 8 айға дейін тұрады. Бұның супермаркетте де кішісі де бар. Дәл осындай кисло-сладкий соус негізінде. Бұндай болмаса кетчуппен бере берсеңіздер болады. Қолдан жасау бұны мүмкін емес, қыздар, сондықтан қолдан жасаймын деп ойламай қойыңыздар. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын.